Өкілі Гамшат, бүрмелі көйлек, тұрғандайм өзі стриптиз билеп. Әлеуметтік желде ұлттық киіммен тіктемірге оратылып бұратылған бикештің видеосы тарады. Бұл бейне аз уақыттың ішінде біраз қаралым жинап, қоғамның пікірі қақ жарылды. Бірі мұны стриптиздің ашық насихаты әрі салт дәстүрді қорлау десе, енді бір өнер, тіпті спорт деп баға беріпті. Ал басы бәлеге қалған сол бойжеткеннің айтар өз уәжі бар екен. Ақан Иғламның сюжетін көрейік. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Әлеуметтік желіде желдей есіп қоғамның қызу талқысына түсіп жатқан видео осы. Қазақтың ұлттық киімін киіп алып темірге өрмелеген бейшінің өнері көптің ашу ызасын туғызды. Бұл бейне елордадағы фитнес-студиялардың бірінде түсірілген екен. Ал оның авторы Бақыт Қадырова 36 жастағы келіншектің айтуынша, видеоны тек контент үшін жасаған, ал ұлттық киімді қорлау, мазақ қылу ойында да болмапты. Все свои традиции, свою культуру. Мен өз салт дәстүрімді, мәдениетімді құрметтеймін. Мен өзімде сол мәдениеттің бір өкілімін. Сондықтан менің ұлттық киімді киюге және онымен өнер көрсетуге құқым бар. Ал көрсеткен дүниемнің ешқандай әбестігі жоқ. Мен осы видеоны түсірерде кері реакция болатынын білдім. Бірақ дәл мұндай хейтке тап боламын деп ойламадым. Ұзын темірге асылып шыргөбелек айналған соң көпшілігі мұны ашық стриптиз деп айыптауда. Дегенмен видео авторы оны жоққа шығарып отыр. Айтуынша бұл ешқандай ерсі би емес, спорттың бір түрі. Мы не учим никого раздеваться. Біз біріншіден ешкімге шешінуді үйретпейміз. Екіншіден бұл спорт. Тіпті осы арқылы түрлі жарыстарға қатысып жүлделі орындарға ие болғанмын. Менің мақсатым оны кеңінен насихаттау. Қазір өзімнің жеке студияма келіп бұл спорт түрін үйренгісі келетін қыз-келіншектер жетерлік. Ашық дерек көздерге жазылған ақпаратқа сенсек, бұл бағыт канадалық стрип-клубтардан басталған. Алайда кейін қимыл қозғалысы өзгертіліп, спорт түріне айналыпты. Ресми пол спорт деп аталады. Ал Қазақстанда 2019 жылдан бері заңды түрде тіркелген, тіпті арнайы федерацияда жұмыс істеп тұр екен. Пол спорт это бұл кәдімгі спорт түрі, бірақ біз стриптиздің кейбір атрибуттарын қолданғандықтан осындай пікір туындайды. Ол жерде шешініп өнер көрсетсе, ал мұнда ондай нәрсе жоқ. Тек спорттық гимнастика секілді қимыл қозғалыстарды жасаймыз. Соңғы кездері ұлттық құндылықтарға қатысты даудамай көбейіп кеткені рас. Өткенде ғана киіз үйдің ішінде ерсі қылық көрсеткен жастардың ісін халық әлі ұмытқан жоқ. Дегенмен оларға заң жүзінде тоқтау бола ма? Оны арнайы мамандардан сұрап білдік. Заңгер Нұргүл Мәліктің айтуынша, мәдениет туралы заңнамада азаматтар қазақтың ұлттық құндылықтарын сақтау қажет екені жазылған. Киіз үйде бишілер ашық киіммен жүргендіктен оларға жаза қолданылған. Ал дәл бұл видеода ешқандай заңға қайшы іс байқалмайды дейді ол. Қандай да болса заңға Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама қайшы келмейді. Өйткені бұл ұлттық киімде көзден киім киген бикеш, бірақ денесінде ешқандай бір жалаңаш бір қандай да болса бір дөрекі іс-әрекеттер көрсетілмеген. Сондықтан да Қазақстан Республикасының заңнамасына ол қарама қайшы болып келмейді. Қоғамда резонанс туғызған осы видеодан соң бишінің телефонына күні-түні тыным жоқ екен. Әлеуметтік желі қолданушылары оның жекесіне жазып, түрлі жағымсыз пікір қалдырған. Тіпті байланыс нөмірін тауып, хабарласып жатқандар да бар. Сондықтан Бақыт Қадырова заңгер жалдауға тура келіпті. Өзіне сенімді келіншек, енді қажет болса, өз тарапына теріс пікір айтып жүргендерге қарсы шара қолданамыз деп отыр. Ақан Иғлам, Мейірбек Абдрахман, Еуразия бірінші арнасы.